Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бүгін мен Нұрачек. Видеода біз лаунчерге обнова жасайтын боламыз кеттік. Сервер таңдауды осылай қылып өзгертіпті. Аккаунттен де осылай ашамыз. Ойында енді сразу 4 аккаунтқа кіре аламыз. Пароль керек емес қой, короче. Мысалы осылай никті рандомный таңдайтын кнопкалар да бар екен. Нормально. Және жанында қыз персонажға да никтер қоюға болады ғой, короче, айналдыруға болады, көсти тастап. И өздері ник таңдап береді ғой. По идее, бойында ешқандай идея болмаса қолдануға болады екен. Болған енді онда 10 деген баға беретін боламыз, конечно. Значит, осы старый системада никімізді новый қалып. Мысалы, мына жерге өзіміз старый системада никімізді жазамыз. Джек дей салайық. Ал парольге мысалы 1 2 3 4 деп жаза салайық. Енді конечно мен пароль мындай емес, бірақ осылай қосуға болады. И кірген кезде просто өйстіп кнопка басып кіре аламыз ғой. Енді телеграм связка болғандықтан оны қазір көрсетемін. Вот осылай кіреді. Обычная загрузка. И потом мысалы осы жақтан тірілеміз. Так, драйвартап жүрейік. Короче, дальше семья обзор. Семьяның жолын жалғастырамыз, короче, бүгін айтпақшы худты көрсетіп жіберейін. Новый худты через настройка, значит, сменит худ. Екі түрі бар, короче. Үлкейтуге болады, кішірейтуге болады. Жалғысы орын ауыстыруға болмайды екен, а так нормально. Бұл система 8-де 10 деген балл беретін болам. Точнее 10-нан 8. Меқта, короче, разницасы тек левелді көрсететіні бар екен. Новый худпен ойнайық осы видеода. Бірақ маған все же старый худ ұнайды. Так, қазір дальше жалғастырамыз. Вот осылай мысалы далаға шығып атысқанға ыңғайлы екен, кнопкасы бар автоматтан. Ұнады, мынау новый система, короче, ана кнопканы басу оңайырақ қой. 3 саусақпен атысасың ғой, короче. Free Fire'да баяғыда 3 саусақпен атысқандар болды ма? Даже 4 саусақпен ойнауға болады негізі. Free Fire ойнайтын кезінде осы атасын ғой, короче. Қазір школа басталған кезде сояққа баратын боламыз. Фам карты көрсетіп жіберейін, короче. Фам онлайн 0. Тачка бардан болса, ешқандай өзгеріс жоқ, тек Феррариға спорт плюс қосқан болатынмын. Так, Феррари. Атықта Феррари мен соңғы рет личкаға алған едім ғой. Феррари возле себе шығарайық, осы жерге парковкасын қойып жүрейік. Бірақ енді ол спорт плюспен пушка болды ғой енді. Парковкаға қоямыз. Вот енді семьяға қосамыз. И вот шығар рангты 3-ке қойып қоярық. Бір ай бойы 3-ші рангта болады, одан кейін 4-ке ауыстырам ғой, короче. Вот гаражды майнинг рейкқа кішігірін көрсетіп жүрейін. Бүкіл сынып қалған, короче. Видеокарта бар. Вот 3 апта ойында болмадым, и ютубта да болмадым, короче. Вот осы 4-ші ранг алған адамдарға енді фермаға ключ автоматически берем деп шештім осы күннен бастап. Сосын, так, не көрсетсем болады. Ладно, енді картаны көрсетейін. Картадан өзгеріс болмады, походу. Екі өзгеріс болды. Біреу худ, біреу лаунчер ғой, короче. Қазір енді шыққаға барған кезде көрсететін болам, кеттік. Көріп тұрғандарындай біз, короче, бара жатырық. Вот, короче, бара жатырық біз. Бара жатырық. Вот, келдік. Төбеге мінеміз школаны. Осы мінеміз, секіреміз, міндік. Вот, дальше жалғастырамыз. Короче, достар, қазір школа басталған кезде видеоны жалғастырамыз. Вот, басталды школа. Енді адам келгенше қызық болмайды деп ойлаймын. Сол үшін адам келіп атысып өлсек өлеміз, болмаса жетсек осы школаны алып шығамыз ғой, короче. Тез жүргізетін болам, сол үшін мен промокодымды жазып кетіңіздер, жей ғой, короче. Хэштег жей. Осы қанша видео түсіріп жатырмын, ешкім жазбапты маған күнде осы. Короче, осы жерде короче, бір адамды күтетін боламыз. Қызық емес сияқты ода. Осы жерде типа атып дайындалып көрейік. Короче, вот топ семьяда пока жоқ, өйткені семьяда пока адам жоқ. И новыйдан какой-то Bootman деген семья ашылыпты. Опа. Походу игрок келді. Вот Bootman.
Ну, понятно. Бля, мен броникам алған ба не? 2 оқтыны бүлдіріп тастады ғой. Бля, броникам алыппын ғой, вот неге өліп қалдым десем, бля. Эх, ладно енді. Болып тұрады енді ондай. Новый худқа өкінішке орай көзім үйренбегендіктен броник жоқ екен білмей қалдым, короче. Негізі алуға болатын еді, кішігірім атыс болсын. Ладно, енді осымен видео аяқтаймыз. Қош сау болыңыздар.